Менің атым Алина, қазір 38 жастамын. Ертеде болған оқиғамды айтайын. Мен ұзын қара қоңыр шашты, орташа бойлы, мүсінім құмсаға тәрізді, үлкен дөңгелек бөкселі, қатты үлкен төкерілген кеседей емшекті, үлкен қоңыр көзді, және қалың ерінді сүйкімді әйелмін. 25 жасымда ажырасқаннан кейін өз-өзіме келу үшін уақыт керек болып, ауылға ата-анамның үйіне бардым. Ауылда өсек жатпайтыны белгілі. 2-3 күнде үйге сыймай, Астанаға жұмысқа барамын деп пойызға билет алдым. Мен купеге кіргенде ешкім жоқ екен. Киімімді ауыстырып, ұйықтауға кірістім. Бір оянып қарағанымда сапардың аяқталуына 5 сағат уақыт бар екен. Қайта ұйықтап кеттім. Ұйқыда жатсам, бір қол денемді сипап, кеудемді сипап жатқандай сезіндім. Көзімді аштым, жанымда біреу бар. Ол бірден аузымды қолымен жауып, құлағыма еңкейіп, айқайлама, әйтпесе өлтірем деді. Мен қатты қорықтым, денем үйіп қалғандай, қозғала алмадым. Ол менің айқайламайтынымды түсініп, қолын аузымнан алып, көйлегімді көтеріп, шиелерімді ауыртқанша қыса бастады. Содан кейін еңкейіп, алмамды жалап, ауыз салып, тістей бастады. Бір қолы іш киім ішіне сүңгіп, астымды қытықтады, көзімен жасым ағып, мен айқайлап жатырмын. Зорлап ұрғылап, мәжбүрлеу туралы көптеген әңгімелерді естігенмін, бірақ бұл менің басымнан өтеді деп ойламаппын. Қарсылассаң оңбай таяқ жеп, соққы алады деп естігем. Ол шашымнан ұстап, өзіне жақындатты, еденге тізерлеп отырғызып, бетімді шалбарының алды жағына сүйреді. Бір қолымен шашымның ұстап, екінші қолымен сайманын аузыма тосты. Аузыңды аш, тіліңді шығар деп бұйырып жатыр. Мен басымды бұрып кетуге тырысып, айтқанын істемедім. Бетіме шапалақ кетті. Көз жасым қайтадан ағып, бетім қызып күйіп кетті. Тағы таяқ қалайсың ба деді. Мен аузымды ашып, тілімді шығардым, ал ол құралын аузыма салды. Сор деді, мен басын сора бастадым. Ол рахаттана бастады. Мен жыным кеп, құралын тістеп алдым, ал ол ауырсынып боқтап жатқанда. Мен купе есігіне жүгірдім, бірақ ілмекті ашып үлгермедім. Ол менің шашымнан ұстап қатты тартты. Мен құлап, басымды үстелдің шетіне ұрып алдым. Көз алдым қараңғыланып, басым айналды. Есімнен танып қала жаздадым. Тағы бір ашы шапалақ ұрды. Көзімді ашып, есімді жиғанда, ол шашымнан ұстап, сайманын аузыма тығып, тамағыма жеткізіп, тынысым жетпей кетті. Ол екінші қолымен шиелерімді ауырта қысып айқайлағым келді. Сол сәтте ол сайманын одан да тереңірек кіргізді, мұрның оның шап жағына тиіп тұрды. Ол жібермеді, қолдарымен мені қысты. Мен құрысып, есімнен танып қала жаздадым. Ол кенеттен суырып алды, мен ауа жетіспейтіндей дем ала бастадым. Сілекейім ақ кетті, ол мені шашымнан көтеріп, бұрып кеудемді үстелге қойды. Шортымды төмен түсіріп, бөксемді созды. Мен үстелде ақырын жатып, қараңғы терезеден қарап тұрдым. Ол маған түкіріп, артқы тесікке кіргізе бастады. Арт жақ мен үшін жаңа нәрсе емес еді. Бірақ үнемі алдын ала дайындалатын едім, сондықтан жұмсақ болатын. Басы кірген бойда ол тез пере бастады. Ішімде ауырсыну мен қозу араласып кетті. Тағы да итеріп, қайтадан итеріп, ішімдегі оның құралының пульсациясын сездім. Ол тез ақ сұйықтығын толтырды, аспабын шығармай, құлағыма қарай еңкейіп, сен жақсы жып боласың, тек мойынып үйренуің керек, деді. Ол тез заттарын жинап, купеден тайып тұрды. Мен үстелден тұрып, шортымды киіп, жуынатын бөлмеге жүгірдім. Өз-өзіме келіп, жолдың қалған бөлігін ұйықтамай өткіздім.